Қайырлы кеш достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шоколадный творожный пирогты жасап көрсететін боламын. Еленген ұнымыздың үстіне 50 грамм шекерді салып, 3 ас қасық какаоны да саламыз да, үстіне 1,5 шай қасық қопсытқышты саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, үй температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Егерде мұздатқышта тұрған болса, 1-2 сағатқа майымызды жылытып алсақ, қолға қамырды илегенге ыңғайлы болады. Осылайша барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, 1 дана жұмыртқамызды саламыз да, 1 келкі қамыр қылып илеп аламыз. Барлығының грамын описанияға видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осылайша қамыр қылып илеп аламыз. 2-ге бөлеміз қамырымызды. Бір шетін осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз да, банкіменен домалақ қылып кесіп аламыз. Сәндеу үшін бетіне домалақ қылып, осылайша жайып бөліктерге бөліп аламыз. Мен 8, 9, 10 бөліктерге бөлдім. Қаласаңыздар, мен кішкентай болсын деп кішкене банкіні алып, осылайша етіп 8 бөлікке бөліп алдым. Егерде 10 бөлікке дейін бөлсеңіздер болады. Мінекей осылайша етіп бөліп алғаннан соң бір шетке қойып қоямыз. Қазақша каналдарымыздың дамуына үлестеріңізді қосып, пікір білдіріп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Осылайша етіп барлығын бір шетке қойып қоямыз. Менде мына жерде 26 диаметрлі тапа, ішін сары маймен майлап қойған едім. Осының үстіне осылайша етіп барлық шетіне жайып шығамыз қалған қамырымызды. Бір тегіс жайып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жайып болған қамырларымызды осылайша шанышқының көмегімен тесіп шығамыз осылайша. Барлық шетінен тесіп шығамыз. Қамырымызды тесіп болғаннан соң бір шетке қоямыз да, менде мына жерде 450 грамм творогтың үстіне 2 ас қасық ұнымызды саламыз. Мына жерде 100 грамм шекерімізді саламыз. Егерде сіздер ұн қаламасаңыздар, кукурузный крахмал салсаңыздар да болады. Мына жерде 2 дана жұмыртқамызды да саламыз. Одан кейін 1 пакет ванилинді да саламыз. Осылайша барлығын салып, блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Егерде сізде блендер болмаса, шанышқының көмегімен езіп қозғап алсаңыздар болады. Осылайша барлығын жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң қамырымыздың үстіне дайындап қойған салмамызды құйып шығамыз. Осылайша барлығын құямыз да, бүкіл шетіне жайып шығамыз. Мен деген осылай сілкіп жіберіп, ұрып 1-2 рет ұрып жібердім. Барлық шетіне өзі тегіс болып жайылып шықты. Шеттегі қамырларын шанышқының көмегімен осылайша бір тегіс басып шығамыз. Тегістеп болған қамырларымыздың үстінен жаңағы кескен қамырларымызды осылайша салмамыздың бетіне кезек теріп шығамыз. Бірінен соң бірін сән беру үшін осылайша етіп теріп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Осы кезде пешкамызды қыздырып қойған едік. Қызып тұрған пешкамызға 160 градуста пісіріп алдым мен. 35-40 минутта пісті.
Әркімнің пешкасына әртүрлі солай пісіруге болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пирогтарыңызды пісіріп алсаңыздар болады. Міне менің пирогымда пісіп шықты. Осылайша болып шықты. Өте керемет болды. Егерде пирогымызды шығарып алғаннан соң 1-2 сағат мұздатып қоямыз. Мұздағаннан соң формадан шешіп аламыз. Ыстық кезінде шешпей қойыңыздар. Мұздағаннан соң шешу керек. Егерде ыстық кезде шешетін болсақ, ішінде творогтарымыз ыдырап, бөлініп ажырап кетеді. Жақсы суытып алғаннан соң осылайша кесіп аламыз. Шаймен ішкенге өте керемет кетеді. Балаларыңызға бір жасап беріп, балаларыңызды қуантып, осылайша пісіріп берсеңіздер, нұр үстіне нұр болады.